Бақара сүресін қойып үйді тазаласа бола ма дейді. Жоқ, оны ютубпен тазаламайсың үйді пылесоспен тазалайсың, спрашпен тазалайсың. Үйге Құранды просто ютубпен қосып қойғаннан ештеңе тазаланбайды. Ол кішкене қате түсінік. Сол ютубтағы бір сүрені оқысаң аузыңмен, өз аузыңмен, бисмиллахир-рахманир-рахим десең, соның өзі біраз тазалауға алып барады жаным. Құр қойып қойғаннан пайда жоқ. Мысалы, асмр ма, сондай нәрсе бар. Тамақ ішеді, оны жазады бүйтіп, шөлпілдеп жейсің да, соны жазып аласың. Немесе соны жазасың да, соны қарны ашқан кезде жаңағы записті қойып қойсаң, қарның тоймайды жаным. Қарның ешқашан тоймайды. Мысалы, сен тамақ ішіп жатқаныңды, кафеге барып, ресторанда отырғаныңды запис қылып ал. Полный запис қыл да, соны қарның ашқан кезде тамақ ішпе. Просто ютубқа қарап отыр записке. Или жаңағы ютубта тамақ ішкендердің видеосын қарасаң, қарның тоя ма? Қарның тоймайды, ол запис болады. Тура сол сияқты сенің жаңағы видео записің.